Ғалымдардың айтуынша жаңа жылды тойлау шамамен біздің дәуірімізге дейін 3000 жыл бұрын алғаш рет Месопотамияда басталғанын айтады. Көне замандағы адамдар Мадрук құдайы зұлымдық пен өлімді жеңді деп санаған. Сол себепті Месопотамия халқы жақсылықтың жамандықты жойғанына қуанып бірнеше ай бойы тойлайды екен. Әртүрлі карнавалдар, маскарадтар мен шерулер өткізеді. Мейрам кезінде жұмыс істеуге, жазалауға және сот шешімін шығаруға тыйым салынған. Жаңа жылдағы ең басты дәстүр үй ішіне шырша қойып, ойыншықтармен безендіру. Алғашқы безендірілген шыршалар қазіргі Франция аумағындағы Эльзаста 1605 жылы пайда болған екен деп санайды. Кейін біртіндеп бүкіл Европа шырша безендіре бастайды. Әлбетте, әуелі дәулетті адамдар мен саудагерлердің үйінде ғана пайда болған. 19 ғасырда барлық жерде шырша қою дәстүрге айналады. Адамдар шыршаға алма, жаңғақ, кепкен жеміс, нан іліп қоятын болған. Бұл жаңа жылда тоқшылық болсын, тамақ мол болсын деген үлкен тілек еді. 1847 жылы алма аз болғандықтан Германиядағы Лауша деген қалада әйнек жасаушы шеберлер алманың орнына шыныдан әдемі алма жасап көреді. Ол шынымен де өте әдемі болып шығады. Адамдарға ұнағаны сонша, олар шыныдан енді тек қана алма емес, шар, жұлдыз, қоңырау, тағы да басқа ойыншықтар жасай бастайды. Міне, алғашқы шыны шырша ойыншықтары осылай пайда болған. Қазір біздің шыршаға ілетін түрлі түсті ойыншықтардың бәрі сол бір шыны алмадан басталған. Сондықтан шыршаны безендірерде әр ойыншықтың нағыз тарихы бар екенін біле жүрген абзал. Достар, егер сіздерге осы бір шығарылым ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, бізді қолдап кетулеріңізді өтінеміз.